Менде 11 жылдан бастап ревматоидный артрит. Сосын обострение беріп, 17 жылдан бастап системно красная волчанка, сахарный диабет 2 типа, одан кейін люпус нефрит 2 почкам істемей қалған ғой менде. Уже гемодиализ кетеді деген. Содан көп химикат ішкеннен кейін преднизолон дегенді көп ішетінбіз, күніне 13 ішетінмін. Сосын үлкен дозировка лошадиный дозаны бергеннен кейін бүйректі сақтап қаламыз деп. Содан менде екі көзім көрмей қалды, сахарный диабет, дәріден болған сахарный диабет. Бастапқыда инсулин алдым, кейін енді бұл 17-тен 20 жылдар аралығында енді состоянием ауыр болды енді шын айтқанда. Кейін преднизолонды қысқарттым. Содан енді менде қазір системно красная волчанка болған. Сіздерге келгенге дейін аяғымды әрең сүйретіп жүретінмін. Аяқ деген шардың ішіне су құйып қойғанда аяғымды көтерсем, ішінде бүйтіп суы көрініп тұратын тұғын. Енді оның бәрі кетті, отектарым кетті, больницадан шыққанда кетті ғой, бірақ отек аяғым ісе беретін тұғын, бүйректен ғой. Ісе беретін тұғын. Сахарым да нормализовался, давлением түннің ортасында тұрсам дірілдеп қалтырап оянам. Сөйтіп давлением 180 сондайға кететін менде де. Сонымен әйтеуір дәрі ішіп, үйтіп скорый шақыратынмын алғашқыда. Қазір міне су ішіп жүргені шынымды айтсам давлением көтерілмейді. Жаңа отектің бәрі кетті, жүрегім тарсылдап кететін, ол волчанка деген поражение органа уже. Почканы қойып, одан кейін жүрекке ауысады, одан сондай ғой енді. Жүрегім тарсылдап шығып кететіндей болатын көкірегіме. Енді мына Чунжаға бармасам да, сіздермен лидерский каникулға барып келгеннен кейін, алғашқыда мен продукцияны алып ішіп жүрген ғой, бірақ зарядка бойынша жасап жүрген жоқ едім да. Кірмей жүрген зарядкаға мынау. Меридиандарды ашу. Долголетие, молодость и долголетие деген программа бойынша. Сол бойынша енді бір